Қазақ эстрадасының жұлдызы Мөлдір Әуелбекова екінші мәрте тұрмысқа шыққалы басынан орамалын тастамай тағып жүр. Тағы да отбасылы болған өнер иесінің киіну мәнеріндегі өзгерісі көптеген жанкүйерлерін таңғалдырғаны сөзсіз. Орамалын қашан шешпек ойы бар екенін біле алмай әлек болған тыңдармандар көкейіндегі сұраққа әншінің өзі жауап берді. Мөлдір Әуелбекова көпшіліктің қызу талқысына түскен өзіне қатысты орамал мәселесіне қысқада нұсқа жауап берді. Әнші желідегілерден киім үлгісіндегі өзгерісі жайында қайта жазбауын сұрап, орамалын енді бұдан бұлай мүлдем шешпейтінін кесіп айтты. Эстрада жұлдызы бұл пікірін Instagram парақшасы арқылы жеткізген. Орамалыма тиісе бермеңіздер, мақұл ма? Бәрібір шешпеймін, деп жазды әнші. Соңғы уақытта желідегі парақшасын дін тақырыбындағы жазбаларға толтырып келе жатқан Мөлдір Әуелбекова тағы да орамалды фотосымен бөліскен. Алайда бұл жолы өнер иесі көйлек емес шалбар киіп шыққан.